Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы 44-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы қорытынды диктант. Бүгін біз сабағымызда шығарманы тыңдай отырып сауатты жазуға үйренеміз және өз бетімізше жұмыс жасаймыз. Балалар, алған білімдеріңді қорытындылау мақсатында диктант жазамыз. Диктантымыздың тақырыбын сендерге жасырын түрде ұсынамын. Ол үшін мына берілген суреттердің бас әріптерін пайдалансаң, бүгінгі жазатын диктантымыздың тақырыбы шығады. Жарайсыңдар балалар, қазақ жері тақырыбы екен. Ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, диктант тақырыбын жазамыз. Ал енді балалар, диктантты алдымен мұқият тыңдаймыз. Қазақ жері. Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзінде 9-шы орында тұр. Біздің еліміз әлемдегі жері алып мемлекеттердің бірі. Оның көлемі 2.724.900 шаршы шақырым. Біздің еліміз Франциядан 5 есе, Италиядан 9 есе, Англиядан 11 есе үлкен. Қазақ жеріне бір сәтте Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланд және Жапония мемлекеттері сыйып кетеді. Бұл жерді адамзат мекен еткелі бері 1 миллион жыл болды. Тарихтың көне бойында қазақтар осы ұлан байтақ жерге иелік еткен. Ата-бабамыздан қалған қасиетті жерді біздер сақтауымызға тиіспіз. Ол үшін білім алып, ел қорғаны болуын керек. Міне балалар, сендер диктантпен таныстыңдар. Диктантта күрделі сан есімдер кездеседі. Олар бөлек-бөлек жазылады. Сонымен қатар мемлекет атаулары кездеседі. Бұлар жалқы есімдер, яғни бас әріппен жазылатынын есімізден шығармайық. Ендеше диктантты жазуға дайындаламыз. Азат жолды белгілейік. Тыңдап, мұқият, қатесіз, көркем жазамыз. Азат жолдан. Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзінде 9-шы орында тұр. Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзінде 9-шы орында тұр. Ой аяқталды. Біздің еліміз әлемдегі жері алып мемлекеттердің бірі. Біздің еліміз әлемдегі жері алып мемлекеттердің бірі. Ой аяқталды. Оның көлемі 2.724.900 шаршы шақырым. Оның көлемі 2.724.900 шаршы шақырым.
Ой аяқталды. Келесі сөйлемді азат жолдан жазамыз балалар. Біздің еліміз Франциядан 5 есе, Италиядан 9 есе, Англиядан 11 есе үлкен. Біздің еліміз Франциядан 5 есе, Италиядан 9 есе, Англиядан 11 есе үлкен. Ой аяқталды. Қазақ жеріне бір сәтте Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланд және Жапония мемлекеттері сыйып кетеді. Қазақ жеріне бір сәтте Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланд және Жапония мемлекеттері сыйып кетеді. Ой аяқталды. Бұл жерді адамзат мекен еткелі бері 1 миллион жыл болды. Бұл жерді адамзат мекен еткелі бері 1 миллион жыл болды. Ой аяқталды. Тарихтың көне бойында қазақтар осы ұлан-байтақ жерге иелік еткен. Тарихтың көне бойында қазақтар осы ұлан-байтақ жерге иелік еткен. Ой аяқталды. Ата-бабамыздан қалған қасиетті жерді біздер сақтауға тиіспіз. Ата-бабамыздан қалған қасиетті жерді біздер сақтауға тиіспіз. Ой аяқталды. Ол үшін білім алып, ел қорғаны болуың керек. Ол үшін білім алып, ел қорғаны болуың керек. Диктант аяқталды. Жарайсыңдар, енді тексереміз. Қазақ жері
Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзінде 9-шы орында тұр. Біздің еліміз әлемдегі жер алып мемлекеттердің бірі. Оның көлемі 2.724.900 шаршы шақырым. Біздің еліміз Франциядан 5 есе, Италиядан 9 есе, Англиядан 11 есе үлкен. Қазақ жеріне бір сәтте Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланд және Жапония мемлекеттері сыйып кетеді. Бұл жерді адамзат мекен еткелі бері 1 миллион жыл болды. Тарихтың көне бойында қазақтар осы ұлан байтақ жерге иелік еткен. Ата-бабамыздан қалған қасиетті жерді біздер сақтауға тиіспіз. Ол үшін білім алып, ел қорғаны болуымыз керек. Жарайсыңдар балалар, тексеріп болсақ, енді сендерге тапсырма беремін. Осы жазған диктанттарың ішінен, берілген мәтіннің ішінен, сөйлемнен бірыңғай мүшесін тауып астынсыз. Жақсы балалар, диктантымызды аяқтадық. Жазған диктанттарыңды маған жібере беріңдер.